Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дана Асқарқызы және де Дана мен денсаулыққа каналы. Бүгін біз жаз мезгіліндегі аллергиядан сақтану жолдарын талқылайтын боламыз. Және қазіргі кезде жаз мезгілінде аллергияның жалпы түрлері өте көбейген және де одан қалай қорғану керектігін және емдеу жолдарын қазіргі кезде көп дәрігерлер айта бермейді. Және де немесе науқастар өзі қабылдауға келмей білмей жатады. Жалпы аллергия, жаздағы аллергияны немесе көбісі аллергический ринит немесе сенная лихорадка деген атаумен атайды. Бұл аллергиялық риниттің немесе жаз кезіндегі аллергияның, жалпы аллергияның бірнеше түрлері бар. Олар полиноз, яғни бұл деп отырғанымыз шаң тозаңға аллергия, тағамдық аллергия және де маусымдық аллергия. Қазір айтылып отырған тақырыбымыз осы маусымдық аллергияның тобына жатады. Және ауыр түрлері бұл квинке ісінуі, жем және де анафилактикалық шок болып табылады. Бұлдай жағдайға жеткізбес бұрын біз ең бастапқы кезеңдерінде аллергияның соны қалай алдын алу керектігін және де қорғану ережелерін айтып көрелік. Жалпы аллергияның симптомдары бұл жалпы тұмауға, яғни жедел респираторлық вирустық инфекцияға ұқсас болып келеді. Яғни адамда түшкіру, көзіне жас ағу, мұрнынан тоже бөлінділердің шығуы, сондай-ақ денедегі қышынулар, көз астындағы қоңырдақтардың пайда болуы, жөтел болуы мүмкін. Осы белгілер ұзаққа созылатын болса, бұл сізде аллергияның белгісі деп айтар едім. Ал егер де қысқа уақытқа созылса және де ол емге көнетін болса, жаңағыдай арнайы симптоматикалық емдерге көнетін болса, онда бұл сізде жедел респираторлық вирустық инфекция деген сөз. Бұл аллергияның симптомдарын, негізі оның түрлерін көп адамдар біле береді. Және де алдын алу жолдарына келсек, негізінен адамда ең біріншіден сезондық аллергия кезеңінде бұл деп отырғанымыз даладағы белгілі бір заттардан, өсімдіктен немесе жәндікке болсын, немесе тағы да басқа күннен болсын аллергия беретін болса, онда барынша сол уақыттарда өзіңіздің аллергеніңізді білетін болсаңыздар, барынша күнге шықпауға немесе барынша далаға шықпауға тырысыңыздар. Арнайы көзілдіріктер немесе маска тағып жүруді әдетке айналдырғандарыңыз жөн. Одан бөлек үйге келгеннен кейін киімдеріңізді дереу ауыстырып, денелеріңізді бір рет шайып жіберсеңіздер, бұл аллергияның өршуіне және де одан ары симптоматикалық белгілердің көбеюіне кедергі болар еді. Және үй жағдайында арнайы торларды терезеге іліп қою, яғни москитная сетка деп аталады. Одан бөлек үйге ауа тазартқыш немесе ылғалдандырғыштарды қойсақ, бұл жалпы тыныс алу жолдарының құрғап кетпеуіне және де арнайы инфекциялардан немесе аллергендерден тазарту мақсатында жақсы құрал болып табылар еді. Сізде егер де аллергияңыз тағамдық заттарға болатын болса, онда барынша сол тағамдарды рационыңыздан алып тастаңыз. Егер сіз аллергеніңіздің түрін білмейтін болсаңыз, арнайы аллерготест деген диагностикалық әдіс бар. Осы әдіс арқылы сіз өзіңіздің тағамдардың ішінде қандай нәрсеге аллергияңыз бар екендігін біле аласыз. Бұл әрине кішкене қымбатырақ тұрады, бірақ та дегенмен сіздің жалпы не нәрсеге аллергияңыз бар екен және де алдағы уақытта да сол заттардан барынша аулақ жүруге тырысатыныңызға жалпы бір көмегін тигізер. Тағы бір алдын алу жолына тоқталсақ, ол деп отырғанымыз суды көп ішу керек. Жалпы организмде инфекция болса да, аллерген болса, яғни кез келген бөгде затты біз сұйықтықтың көмегімен шығара аламыз. Яғни тер бездері арқылы немесе зәр жолдары арқылы шығара аламыз. Және де оның бірден бір көмегін тигізетін ол әрине бізде су, табиғи зат. Судың көмегімен біз көп мөлшерде жалпы бөгде заттардан
ағзамыздағы құтыла аламыз. Емдеу жолдарына тоқталып кетейін, дәрігер ретінде айтатын болғаннан кейін. Біріншіден, қазіргі кезде аллергияға қарсы препараттар өте көп. Оның біріншісі антигистаминдік топтағы препараттар, кортикостероидтық препараттар, арнайы ұзақ уақыттық иммунопрофилактика бар. Яғни иммунопрофилактика бұл аллергияға қарсы екпе деп аталады. Ол өте ұзақ уақытқа жетеді және де сізді белгілі бір аллергиядан белгілі бір уақыт аралығында қорғайтын болады. Қазіргі кезде ақш-та зерттеулерде арнайы сайттардан қарау барысында сублингвалды, яғни тілдің астына салатын таблеткалардың бар екендігі табылды. Яғни осы таблеткалардың көмегімен жалпы сіз тіл астына күнделікті таблеткалар сала отырып, осы ұзақ уақытқа дейін өзіңіздің аллергияңыздан құтыла аласыз. Бірақ аллергия бұл бірден емделіп кететін ауру түрі емес. Ол өйткені ағзаңызда аллерген болғандықтан одан құтылмайынша сіз сол заттарға аллергия беріп тұрады организм. Назальный кортикостероидтар бар, және де спрейлар түрінде болсын препараттар өте көп. Бірақ қазіргі кезде осы аллергический ринит кезеңінде көбінесе антигистаминдік топтағы препараттар қолданылады. Олардың өзі 3 поколениеге бөлінеді. Бірінші поколениедегі препараттар екінші поколениедегі препараттарға қарағанда жанама әсері өте көбірек болады. Бірінші поколениенің препараттарының жанама әсері көбінесе ұйқы шақырады науқастарда. Сол үшін мысалы көлік айдайтын кезде немесе белгілі бір жолға шығар болсаңыз, барынша бұл препараттарды, бірінші топтағы препараттарды қолданбауларыңызды сұрайтын едім. Және екінші поколениедегі препараттар осы кездегі побочкасы, яғни жанама әсері оларда ұйқы шақырмайды. Бір айырмашылығы, бірақ та жаңағыдай ауыздағы құрғақ сезімі және де іштің қатуы секілді жанама әсерлері бар. Бірақ барлығын бұл топтағы препараттарда өте көп. Және де олардың әрқайсысын сіз қабылдай алмайсыз. Өзіңізге сайын, өзіңізге қандай жағатынын біле отырып, көмектесетін солай дәрігердің тағайындауымен қабылдай аласыз. Және аллергияны емдейтін дәрігерді аллерголог немесе иммунолог деп атайды. Өзіңіздің қалаңызда немесе басқа облыстық аймақтарда осындай дәрігер болатын болса, сол дәрігердің көмегіне жүгіне отырып, өзіңіздің еміңізді ала аласыз. Және тағы бір айтатын нәрсем, қазіргі кезде кортикостероидтық назальный спрейлар бар. Яғни мұрынға себетін арнайы спрейлар аллергияға қарсы. Олардың көбісі негізінен организмде тәуелділік шақырады. Яғни сіз қаншалықты оны жиі қолдансаңыз, соншалықты сіз оған тәуелді боласыз, және де кейін дозасын көбейту керек болады. Және солай организм сол дәріге үйренгеннен кейін мүлдем алдағы уақытта көмектеспеуі мүмкін. Сол үшін барынша бұндай спрейларды немесе мұрынға тамызатын тамшыларды барынша аз мөлшерде қолданғандарыңыз дұрыс, және де белгілі бір көрсеткішпен ғана қолдансаңыздар дер едім. Оны оңды-солды көп қолдану осындай ағзада тәуелділік шақыратын болады. Одан бөлек қай уақытта дәрігерге жүгіне аласыз? Сізде ісіну пайда болса, жаңа айтылып тұр ғой, асқыну түрлері бар, денеде бөртпелердің шығуы, және де отек-квинке деген бар. Ол денеде ісінулер не только тек қана беттегі емес, ол жерде бүкіл шышты қабаттар ісініп бастайды. Мұрын қуысындағы, кеңірдектегі, жалпы кез келген ауыздағы болсын шышты қабаттарымыздың барлығы ісініп бастайды. Соның нәтижесінде адамға ауа жетпейді. Яғни сізде тыныс алу қиындау белгілері болуы мүмкін, ісіну болуы мүмкін, денеде бөртпелер пайда болуы мүмкін. Осындай сіздерде симптомдар пайда болатын болса, арнайы 103-ке хабарласып, дереу шұғыл көмекті шақырыңыздар. Үйде отырып қалмаңыздар бұндай белгілер болса. Және де соған сәйкес сіздерге арнайы дәрігер көмектеседі. Және де осындай белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде өзіңіздің емханаңызда болсын, ауруханада болсын, стационарлық мақсатта өзіңізге сай емді толық алуыңыз керек. Және өзіңізде не нәрсеге аллергия бар екен анықтап, соған сәйкес көмекке жүгінгендеріңіз дұрыс. Жалпы бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Бүгін сіздермен бірге болған Тана мен денсаулыққа каналы, және де алдағы уақытта да жиірек сіздердің арналарыңыздан шығуға тырысамын. Егер видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып,
колокольчик қосып қойыңыздар, және де менің арнама жақсы комментарий қалдырсаңыздар деген өте жақсы сенімдемін. Жалпы келесі видеоларда жүздескенше сау болыңыздар. Жақсы күндерде кездескенше ауырмаңыздар.